Бәріне сәлем. Бұл менің бірінші видеом. Шын мәнінде негізі одан бұрын тағы да видеолар түсіргем. Мен негізі баяғыдан түсіремін да видеоны, но менде просто не получается собирать. Идея по идее бар. Я могла бы хорошо снимать, но я всегда делаю все через жопу. Извините за выражение. И бүгінгі видеода мен негізі никогда йога істемейтін йога істейін деп жатырмын. Жалпы негізі тек қана йога емес, бұл видео қызықсыз болып кетеді деп ойлап тұрмын. Сол себепті де тағы бір қызықты бір әдеттер, қызықты емес, пайдалы нәрселермен осы видеода жалпы қызықты видеолармен осы видеода жалпы қызықты нәрселермен мен, кстати, өзімді көріп тұрған жоқпын, жалпы өзім қалай болып тұрғанын білмеймін. Қызықты нәрселермен жалпы пайдалы нәрселермен айналысқым келеді осы видеода. Ең біріншісі бұл йога бізде. Сол себепті мен жерге мынадай ковер демейді, бірдеңе дайындап қойдым. Андай типа, на самом деле это должен был быть коврик для йоги, но менде коврик для йоги жоқ. Сол себепті мен принцессалары бар мынадай бұрынғы өзімнің кроватимнің несін қолданып жатырмын. Несін. Және де мен компьютер қосып қойдым, чтобы йоганы қарау үшін. Негізі мен білетін йогам бар, бірақ мен ол йоганы қайтып істей беріп чё засқын, блин. Білмейді что-то мен. Маған, например, бір нәрсені қайталай берген маған қызығы. А вот мынау вообще күлкілі. Сол себепті мен. Сосын ол нәрсе, қалай десем болады екен, мен оны 2-3 жыл бұрын қарап істеп жүргенмін негізі, бірақ істеп жүргенмен мен оны 1-2 күн істеймін, ұмытып кетемін, или там 1 жұма істеймін де потом тастап кетемін деген сияқты ғой. Ұмытып кетпеймін, именно жалғастыру қиын болып тұр маған. Сол себепті мен бүгін жаңа өмір деп істейін деп жатырмын. Сосын вообще бүгін менің күнім өте продуктивті өтті. Негізі қазақшасын білмеймін, но продуктивті, күшті естіледі, продуктивный өтті. И негізі мен обычно көп нәрсе істемеймін, мен негізі еріншекпін негізі. Мен мысалы универден келгенде мен обычно телефон қарап жатамын. Конечно, бұл дұрыс емес. Бірақ мен ойлаймын, что көбінде солай деп, но осы әдетімнен айырылғым келеді. И мен қолым талып қалды, уже мен түсіретін болармын. Бірақ мен айтқым келіп тұр, бүгін мен жалпы кір жудым, мен всегда негізі қолыммен жуамын. Мен даже никогда стиралка қосып көрмегенмін үйде. Жұмыста қосып көрдім, жұмыста там салонда істеймін ғой, и там нужно будет каждый день адамдардың полотенцеларын жуу керек, потому что біз анда шаш қиғаннан кейін шаш жуамыз. И үйде мен қоспаймын, үйде либо мама жуады, либо мен жуамын, либо стиралка жуады. То есть мен өзім стиралкаға салмаймын, мен басқа біреуге айтамын стиралка. Это обычно мама. Лайк всем мамам за то, что все делают за нас и любят нас, даже если мы ленивые жопой. Сосын мен бүгін негізі мен кітап оқыған ұнатамын, но ақша жалко болғасын мен кітап алмаймын. Интернеттен оқуға болады ғой деп айтасыңдар, бірақ интернеттен ғаламтор желісі деп айтайыншы қазақша. Бірақ ғаламтор желісінен оқыған ол көзді құртады, а мен көзім так шамалы көреді негізінде. Вот. Поэтому я не хочу телефоннан қарай беруге. И вот. Так что мен каждый кітап сатып алған сайын, соңғы кездері жылына 1 рет болады. Жылына 1 рет аламын тек кітапты. И кітапты алмас бұрын мен долго там отзывтар оқимын, там ұнаған кісілердің отзывтарын оқимын, сосын ұнамаған кісілерді оқимын, типа неге оларға кітап ұнаған жоқ. И действительно помогает, хорошо помогает. И вот сол андай умный покупка істеуге көмектеседі, то есть разумно, чтобы ақшаны босқа шашпас үшін. Вот қараңызшы мынаған, вот мына сұқынға. Каждый раз бір какой-то деген бір мемді қарап отқан сияқтым бар ғой. Вот прям,
и все. Сол үшін мен бүгін «Цветы для Элджернона» деген кітаптың отзывтарын оқыдым, бір-екеуін оқыдым. Негізі тағы оқығым келген, бірақ қазір йога істеу керекпін. Уже сағат неше екенін білмеймін, 8-ден асып кеткен сияқты, поэтому сол йогадан кейін я хочу еще вам показать, что мен ағылшынша мультфильмдер қараймын. Мен блич емес, One Punch Man-ды ағылшынша қарап бастағам, бірақ оны қалдырып кете беремін, тастап кетемін. Алдында осы бір жұма бұрын ба, 2 жұма бұрын ба первый сериясын қайтып қарағам телефоннан, но қазір ұмытып ұтылды. Бүгін енді компьютерден қарағалы отырмын, чтобы хотя бы өзім істемесем де, хотя бы сендердің көзінше бастап істеп кетуге. Вот. Маған, например, бастасам да маған жалғастыру қиын болып тұр. И вот я хочу вот прям много влогов снимать сендерге. И каждый влогымда мен One Punch Man-ның серияларын қараймын. One Punch Man — это аниме, и соның ағылшыншасын мен Яндекстен таптым. Кстати, Яндекста көп болады екен ағылшыншасы, жалпы сериал нелердің, мультиктардың. Аниме деген негізі мультик емес, так что ренжімеңдер. Я знаю, что это аниме, все, точка. Вот. А Яндекстен так что іздеуге күшті лайфхак, көмектеседі, советую. Бүйтіп істегім келіп отыр, бірақ қолым бос емес, и ветличканы ұстау керек. Вообще качественный контент істеу өте қиын. Штатив керек сияқты маған. Бүйтіп қолмен ұстау деген жаман шаршатады. Сосын бүгін жалпы мен тағы не істедім? Мен өзімнің сүйікті Холдор Z деген блогерімнің 5 сағаттық видеосын қарап жатырмын. Негізі ол 5 сағаттық видеосын мен давно бастадым, но мен оны біршама жұма қараймын ондай видеоларды. Ну, естественно, 5 сағатты енді бәрі қарай алады деп айта алмаймын, адамдардың қиын ғой. Тағы мен не істедім пайдалы. Бүгін мен салат істедім, бірақ оны мама айтты істе деп. Ол салат свекольный салат, оған 1-2 зубчик чеснок салдым, где-то 6 неге свеклаға примерно. Соны үлкен теркадан өткіздім, сол 6 свекланы. 5 ма, 6 ма. И майонез салдым. Чуть-чуть сахар салдым. Негізі мама айтып еді, негізі салмаймын деп. Бірақ тәтті болмағасын мен салдым. Ол тәтті болу үшін салам деп өзі айтып еді жалпы. Я много болтаю, да? По-моему, уже 30 минут прошло, мен уже күшілеп отқаныма, так что давайте йога бастайық наконец. Здравствуйте, меня зовут Вероника, и я инструктор по йоге. Вытягиваемся. Делаем пару глубоких вдохов и выдохов. Чувствуйте и визуализируйте, как вытягивается весь ваш позвоночник. Пом. Дыш. Блин. У меня слюна тут вытекла как. Я ртом дышу. Қайты суқан яғни ол. Неге сол қалай? Блин, что же делать? Я осындай кезде интернет істемей қалады. И же адамша йогамен айналысайын деп жатырсам. Спустя много веков. Блин. А тут такое. Что же делать? Может, это признак того, что мне это не надо смотреть, потому что маған еще интонация сынап тұрған жоқ, как вытягиваемся. Білмеймін, андай олай емес даже, просто мне не нравится, да, вот. Хоть убейте, да, вот мне не нравится. Ладно, вот 50 минуттықты бана қарағым келіп еді, хотя бы 20 минут істейтін болармын. Қалған 30 минут ертеңге қалдырамын деп, білмеймін, ертең де істеймін ба, істемеймін ба, всегда не уверенмін осылай бар ғой. И потому что я знаю, что мне сложно это дается. Қазір істейін деп жатырмын. Блин, опять қосылмай жатыр. Если вы уже давно задаете себе вопрос, как начать бизнес, с чего это начинается, что нужно сделать, как подготовиться, и нужен ли мне стартовый капитал, сейчас я вам отвечу на все эти вопросы, потому что если... С вами сделаем практику. Опять. Метель.
И мается былой в темноте. No way, no way, no way, no way, no way, no way, no way. Обожаю вот этот британский акцент, прям. Все тело. Ее можно делать. Все, видео қосылды. Расслабление. Жүрейін деп жатыр. Расслабление басталды. Бірақ қайттан орнымыздан тұрып жатырмыз. Что она сказала про спину? Вниз. Вверх. Или она не сказала про спину? Продолжаем. Делаем. И в один момент просто берем. И пусть все посторонние мысли, которые могут тревожить вас, останутся за пределами. Сделаем выдох. Енді бұл жерде достар өмірдегідей спальняда бірдеңе ұшып жүр. Со следующим вдохом откроем глаза. Яғни ешқашанда адам расслабиться ете алмайды. Өмір сондай қиын. Бірде бір момент нормально демалып алмайсың. Вверх. Вытягиваем. Выдох. Мама шақырып жатыр. На вдохе. Что осталось? Мен просто бана күшті басында дейін кішкене жынданып отыр едім йога бастағанда. Ну сосын нормально уже келатыр еді, сосын мамалар келген настроение түсіп кетті. Потому что кірлерім неге балшыққа түсіп кеткен. Ладно, дальше істеймін все. Өмірде әртүрлісі болады, қиын болады, болады. Так что мен шыдау керекпін. Негізі жарты сағаттай жасадым ғой, бірақ мына видео үшін осылай тездетіп ускорить еттім. Короче, йога жағы енді. Мынадай йога. Өзім жалпы қазір мен уже жарты жыл өтті мына видео түсіргеніме, қазір монтировать етіп жатырмын. Находится на одной линии с носочками. Короче, мен қазір өзім жалпы 10 күндей ма болды. Жаттығулар жасап жатырмын, силовые вроде тренировки называется. Вот соны күнде жасап қалып едім, содан ба кішкене қиындау болды кеше жасауға, сол үшін енді демалып жатырмын. Сосын растяжка деген нәрсе бар. Растяжканы тренировкадан бұрын және кейін жасау керек. Бұрын неге жасау керек? Дайындалу үшін организмді тренировкаға, кейін жасау керек, чтобы расслабление болу үшін, яғни организмге қатты қысым болмас үшін, көп андай напряжение, чтобы тренировкадан прям максимально пайда алу үшін ғой. В общем, по-моему, из-за того, что мен қиын упражнениялар жасадым и жайлап қиыннан оңайға не істедім ғой. А на самом деле наоборот істеу керек. Ну, меніңше солай. Что бірінші оңайдан бастайсың да, и сосын соңында қиын істейсің. Но в то же время заминка мен разминканы ұмытпау керек. Мен өзім, потому что сол 10 күн жасағанда 10 күнде де ұмытып кеттім. Ну, ұмытып кеттім дегенде білген жоқпын, заминка, разминка жасау керек екен. Сосын түсіндім ғой. Сосын байқағаным жаман шаршап, андай біртүрлі спад энергия болып кетті, андай резко. Сол 10 күн упражнение жасадым ғой сол кезде.
И вдох. Выдох. Нормально. Ауа райы өте керемет болып тұр. Өз каналыма жақсы бір нәрсе қосқым келді. Сол себепті неге вишняның ағашын неге түсірмеске деп ойладым. Шыны керек, петличканың дауысы қандай болып тұрғанын білмеймін. Және де күннің көзіне де негізі түсіру керек деп айтады. Сол себепті де түсіріп жатырмын деуге де болады. Өзімде әдет дамымаған петличканы ұстап тұру. Жалпы бұл видеоны енді мен бір күн түсіріп жатқан жоқпын. Видеоның осы бөлігінде мен хобби туралы айтам. Жалпы негізі адамдар айтады, что егер де жақсы көрсең, сен деген адам тастамайсың деп. Бірақ менің ойымша бұл жерде басқаша кішкене психология. Себебі адам деген жауапкершілікті өзіне алғысы келмейді де, и что-то мен құрғап жатыр ма аузым. АСМР не удался. Надеюсь, удался. Адам жауапкершілікті өзіне алғысы келмейді, сол себепті ол деген тастап кетеді, яғни қиналғысы келмейді. Бірақ оның астарында еще ол деген былай ойлайды, мен деген өзімнің әйеліме достойный күйеу бола алмаймын, идеальный күйеу бола алмаймын деп ойлайды. Бірақ мен шұқып жатқан жоқпын, қышып тұр просто. Реально неге мұрын қыши береді, и но бұл ішу үшін причина емес. Себебі мен ішпеймін. И адам сол себепті тастап кетеді өзінің возлюбленныйын. Бұл хоббиге не қатысы бар, гитараға не қатысы бар десеңіз. Мен өзім гитарымды негізі маған 2020-да алып берді. Қазір нешінші жыл? Здравствуйте. 2024-та мен гитарамен керім ойнамаймын. И это из-за того, что мен 2022-ден бастап гитараны вообще қолыма алмаймын. То есть мен анда-санда тек алам да, чтобы не забыть, да, гитарны, я потому что не хочу потом, мен деген гитара когда-то ойнадым, но ұмытып қалдым деп жүргім келмейді мен. И сол үшін. И мен қазір неге гитараны қолыма ұстап жатырмын, себебі я хочу вернуться осы хоббиіма. И хочу вас тоже вдохновить на то, чтобы вы вернулись на свое хобби. Мен не үшін жасамаймын, әрине еріншектік. Бірақ оның астарында не жатыр? Мен гитарын ойнауға ерінемін, неге? Себебі бұл деген неге керек, одан ешқандай пайда таппаймын мен деген. Ешкім маған басымнан сипап, молодец деп ешкім айтпайды. Конечно, не ондай мағынада, а просто чтоб одан мен известный болмаймын деген сияқты ғой. Просто өзім үшін ойнаймын ғой енді. И менің айтқым келіп отырғаны, егер де гитара ойнағанда, немесе любой хобби, да, сізде любой хобби қандай, сурет саласыз ба, билейсіз бе, не знаю, дневник жазасыз ба, дневник, хоббиге жатам ма, по-моему, хобби. Әртүрлі, любой хобби. Сол хоббиді тастамаңыз. Неге? Себебі бұл сізді бақытты қылса, яғни сіз мысалы гитара тартып жатқанда, немесе тағы бірдеңе істеп жатқанда, сол дүние жүзіндегі барлық нәрсені ұмытып, сол процесске берілсеңіз, бұл уже причина, уже себеп тастамауыңызға бұл нәрсені. И что-то брейк шешкеннен кейін мен деп сөйлейтін сияқтым, өзіме біртүрлі андай сөйлегенде біртүрлі дұрыс андай звонко сөйлей алмайтын сияқты болып тұрмын өзіме. Ладно, не суть важно. Но оның орнына енді ретейнері тақып қойды. Кстати, ретейнері таққаннан кейін
как будто я сразу ретейн таққаннан кейін мен с буквасын дұрыс айта алмайтын едім. С ма, соны білмеймін, әйтеуір қиын. Сөйлеу қиын болды бірінші, екінші, үшінші күні, бірінші жұмада. Қазірде что-то чувствую я это. Просто мен долго сөйлеспеймін ғой кісілермен, мен құттай сөйлесем де, вот қазір көп сөйлеп жатқанда я заметила. Негізі мен болтунмын, сөйлессем мен, наверное, уже байқаған боларсыңдар. И блин, мен деген темадан ауытқудан, конечно, күштімін. Уровень СДВГ просто на высоте. Сізді бұл нәрсе бақытты қылса, бұл уже себеп, бұл уже ең маңыздысы. Себебі сіз хобби адамды бақытты қылады. Хобби болмаса, сіз деген ертең тек қана, мен мысалы мамаларым айтады, мен художественный кітап неге оқисың? Лучше бір пайдалы бір кітап оқышыш дейді. Бірақ мен ол кітапты оқимын. Сіз бұл нәрседен бақытты боласыз, бұл нәрсе сізге керек, бұл нәрсемен айналысу керексіз. Себебі сіз ертең қалай больницада жатқаныңызды немесе могилада қалай оказаться еткеніңізді уже байқамай қаласыз. Могила, ладно, енді могилада уже сезбейсіз ғой, но вообще хобби адамның өмірін ұзартады. Менің ойымша даже оны отношениемен салыстыруға болады. Себебі егер де сіз, допустим, мен ешқашан күйеуге шықпаймын, ешқашан жігітім болмайды деп айтсаңыз, мысалы, болады олай. Солай болу үшін сізде хобби болуыңыз керек. Себебі тек қана достар, олар сізді бақытты ете алмайды. Себебі сіз өзіңізбен үйлесімді өмір сүрмесеңіз, яғни ешқандай хоббиіңіз болмаса, ешқандай өзіңізбен күшті время проводить етпеңіз, свидание с собой деген шығып жатыр ғой қазір. Мына мен любимый Holder Z деген блогердің видеосын осы жерге тастап кетемін. И сол қазір сол модада болып жатыр. Қазір тек қана Holder Z емес, көп кісі негізі түсірген, по-моему, Америкада, шетелдік контенті олар көп сияқты. Сіз бұл художественный кітапты сізге жұмысқа ешқандай доход әкелмесе, ешқандай сабаққа, жұмысқа қатысты болмаса да, ол нәрсе сізді бақытты қылса, ол уже жақсы нәрсе, ол уже, потому что бұл айтып кеткенде өмірді ұзартады, бақытты етеді. Енді зат керек, қандай причина керек еще. Бұл просто, это надо, это для нас надо просто. Даже сіз күйеуіңіз болса да, сіз с кем-то встречаетесь, все равно сіз өзіңізбен уақыт проводить ету керексіз. И бұл деген сізді даже саморазвитиеға жатады, бұл деген сізге жаңа достар әкелуі мүмкін. Вот, видите, сколько плюсов. Қазіргі заманда, по-моему, дос табу, дос болу, по-моему, это очень сложный нәрсе. Интернет пайда болғалы бері, қазір бәрі үйінде отырады. Но менің ойымша, мен өзімнің өмірім сондай енді. И мен мысалы өзіме интернетпен мысалы енді короткий видео бар, ана листать етіп қарай бересің бесконечно. Сериал қарайсың, да, уже вот как бы достың орнын уже заменять етеді, видите? Вот, и даже қазір үй тапсырмасы, бұрында мысалы мен ойымша үй тапсырмасын адамдар бірігіп мектепте оқушылар сөйтіп не істейтін сияқты еді. А вот қазір ChatGPT бар, как бы саған дос керек емес, сен өзің сенің досың уже этот ChatGPT. Как бы вот ChatGPT аман болсын дейді ғой енді. Біздің универде сондай бір универде сөйтіп айтады. И вот, достар, проводите время с самим собой. Негізі мен бана жоғарыда пылесос ұстап жатқанда күшті бір андай мотивационный етіп айтып едім. Прям именно осы мотивацияға қатысты. А видеоға келгенде мен уже тіс туралы айтып кеттім, брекет қайда жоқ, тағы бірдеңе. Короче, ну я надеюсь, что я вас вдохновила. И я хочу алдағы уақыттарда свидание с самим собой түсіруге как-нибудь, да. Хотя мына видео, по-моему, свидание с самим собойға келеді. Может, мына видеоны сөйтіп атайма, а? Задумчивый смайлик надо поставить. Так, вот, бүгінше енді сол.
Надеюсь, меня видно. Теперь раз, два, три. Шайдым жаңағындай енді. Ай! Средний палец ауыртып алдым. Извините. Прием, деймін ба. Сәлем. Мен қазіргі Гүлназ, жаңағы видеодан жарты жылдан кейінгі Гүлназбын, короче. Негізі жаңа деген 1 сағаттай бұрын ба видео түсіргем. Оказывается, камераны, короче, заднийға қоймағанмын ғой, блин. Бірақ керемет, бәрі жақсы. 10 минут сөйледім. Қазір әйтеуір поменьше сөйлеймін. Себебі кішкене қорытып сөйлеп алдым да. Қазір енді жинақтаймын ғой бәрін. Тез айтып тастаймын. Записывать етіп отырған себебі жаңағы видеода бір нәрсені дұрыс айтпай кеткен сияқтымын. Или айттым, но ол кезде мен ол нәрсе туралы білген жоқпын. Қазір сол туралы білем, и соны айтқым келіп отыр. Тыңдаймыз. Мен айтып кеттім да, отношение деген ол ответственность, ол жауапкершілік. Сен деген просто тек жатпай қалдым деп, сен оны тастап кетпейсің де, әйелді. Отношениеда цветочный букетный период деген кезең болады. Ол кезең гормоны бушуют, бабочки в животе, бас кетеді, короче. Сен гүл сыйлайсың, саған гүл сыйлайды, қол ұстасып жүресіңдер, короче, сен андай көздерің жүрекке айналып кетеді, короче, екі көздерің бір-біріңнің жақсы жақтарыңнан басқа дым да көрмейсіңдер, да. Ол кез просто влюбленность, да, это андай возвышать ететін нәрсе емес ол. Себебі настоящий махаббат ол сол кезеңнен кейін басталады. Яғни сендер чувстволарың суиды, сендер как будто бір-бірің жаратпай қалған сияқтысыңдар уже сол кезең. Вот сол кезеңде на самом деле сендер бір-бірің жаратпай қалған жоқсыңдар. Ол прям настоящий кәдімгі махаббат басталатын кезең. Ол кезде сабырлық танытып, жаңа нәрсемен айналысып, яғни сендерде от сөніп қалды ма? Яғни өздерің отты өздерің жаға бастайтын кезеңдерің уже басталды. Яғни путешествиеге барып, ақша болмаса, мысалы бір-біріңмен тырысып, да, соған путешествиеге баруға. Немесе өздерің не қалайсыңдар, да, мысалы әртүрлі хоббимен айналысып, әйтеуір жаңа нәрселермен айналысып, бір-бірлеріңнің жаңа қырларыңды ашып деген сияқты, иә. Яғни бір орында тоқтап қалмау керек. Отношение деген, яғни ол өмір бойы жүретін, ол үлкен еңбек. Яғни ол сен бір адамды таптың ба, қазір все, точка, осы адам всегда жақсы болатын адаммен, ондай жоқ, всегда тырысу керек. Яғни махаббат деген ол үлкен еңбек. Хоббиді бұл жерде тағы қосқым келіп отырғаны тоже осыған не қатысы бар, да. Мысалы бір хоббиді мысалы жақсы көріп қаласыңдар, иә. Допустим, мотивация аласыңдар бір видеодан, сурет салып жатады, сендер мен де осылай салсам екен дейсіңдер, салып көресіңдер, тап солай шықпайды, тастайсыңдар. Бірақ ол негізі қате. Себебі мысалы сендерге әрбір адамда новый жаңа нәрсе былай шықпайды. Сен тырысу керексің. Жаңағыдай отношение сияқты ғой. Тырысу керексің. Но тырысу деген ол, по сути, ол страдание емес. Яғни сендер наоборот, ол стараниядан, яғни еңбектен, сендер керісінше сол процесстен күшті нәрсе көресіңдер. Ең бастысы результат емес, яғни жаңа видеодан көрген күшті салудың результаты емес, яғни процесі ең маңыздысы. И вот
сендер яғни мына результатқа жетсем деп асықпау керексіңдер, яғни процесспен прям наслаждаться етуді ойлау керексіңдер. Яғни мысалы сендерге сурет салып бастадыңдар делік, иә. Сендерге мысалы фломастермен сурет салу ұнамайды, иә. Карандашпен салып көр. Карандашпен ұнамайды ма, масломен салып көр. Масломен ұнамайды ма, гуашьпен салып көр. Гуашьпен ұнамай ма, тағы бірдеңемен салып көр. Деген сияқты ғой суреттің деген. Ойлап қарасаң қырлары көп, оны деген зерттей білу керек. Мысалы бір нәрсе получаться етпесе екіншісін істейсің деген сияқты ғой. Сол да вот бір құттай бірдеңе получаться етілмей қалды ма, получаться етпей қалды ма, қолыңды как-то тастап кету деген сөз бар еді ғой, қолыңды опустить руки деп орысша айтады ғой. Соның қазақшасын таба алмай отырмын ғой. В общем, тастап солай керек емес. Яғни бір тәсіл үйлеспеді ма, екінші тәсілді попробуй. Любой нәрсе, даже бизнес ашқанда сөйту керек дейді. Яғни бір нәрседен уже шықпай қалды ма, ойлайсың уже, да, болды, мынау бизнес маған емес, бизнеске көп тырысу керек. Я, тырысу керек дұрыс, бірақ та әрбір адамның қолынан келеді. Яғни бір қателік ол деген сенің қандай екеніңді вообще доказывать етпейді. Яғни әрбір адам қателеседі. Керісінше қателесетін адам ғана үлкен биіктерге жетеді. Блин, андай коуч сияқты кеттім, на самом деле. Бұл нәрсені бәріміз естідік, бәріміз білеміз деп ойлаймын, бірақ та мен өзім сол нәрсені андай в глубинном, прям масштабно түсініп келе жатырмын деп айтуыма болады. Вот. Андай кәдімгідей мен өзімді андай керім, продуктивный, прям керім етіп көрсетіп жатқан сияқты болармын, бірақ шын мәнінде мен негізі ондай емеспін. Әрбір адам идеальный емес, яғни мен де идеальный емес, мен просто өз ойларымды айтып жатырмын, иә. Яғни мен прям супер не емеспін. Мен өзімде жарты жылдан бұрын ана жаңа гитара ойнағанымды мысалы мен жалғастырып жатқан жоқпын, мүлдем. Гитараның струнасын ауыстыру керек деп әртүрлі не проблема шығар. Лишь бы тек істемеудің амалын іздеймін ғой, короче, вот. Шын мәнінде оны просто бастау керек, иә. Вот сол көп сөйлеп кеткен сияқтымын все-таки жаңағыдан. Өзімнің айтып жатқанымша процесске беріліп сөйтіп айтып кеткен сияқтымын. Но орысша сөздер көп қостым. Предыдущий одан бұрынғы жаңа сөйлеген видеоларымда, по-моему, в основном қазақша сөйлеген сияқтымын. Орысша бар енді, конечно, но ладно. Қазақша сөйлеп дұрыстап үйрену керекпін. Қазақша көбірек сөйлеу керекпін, иә. Рахмет.